Жарқыраған қарбыз 6 бөлім. Чона Личанға арнап хат жазып отырады, бірақ не айтарын білмей, сосын былай деп жазады: көзімді жұмсам, маған әлемде ештеңе жоқтай сезінеді, бірақ кішкентай кезіндегі естеліктер есіме оралады дейді. Яғни бұл жерде оның анасын көрсетеді. Анасы кішкентай Чонаға тілін үйрете бастаған сәтін көреміз. Солай екеуінің отырған сәтінен бір уақытта машинаның кетіп бара жатқан сәтін көрсетеді. Яғни бұл жерде анасы машинамен кетіп бара жатыр, ал Чона болса жылап қалған сәтін көрсетеді. Содан машина келіп, ішінен бір әйел кісі өзінің ұлы мен қызымен түседі, және де Чонаға: сен Чонасың ба, мен сенің бүгіннен бастап мұғалімің дейді. Содан Чона қазіргі сәтте айтады: бұл зұлым әйел менің өмірімді күл-талқанын шығаруға келген әйел деп. Әрі қарай ол кісінің Чонамен жаттығып, ал Чонаға оған жасайтын жаттығулары ұнамайтындығын, және де ол қарсылық көрсеткен сәтте оны қараңғы бөлмеге қамап кеткен сәтін көрсетеді. Солай уақыт өте қызы есейген сәтін көрсетеді. Бірде терезеден қараса, аулада қонақтармен отырыс болып жатқанын көреді, және де ол жерде Личанның жүгіріп жүріп бәрін қиратып құлатып жатқанын көреді. Яғни ол бір соғылып немесе құлап кетіп, жаңағы отырған әйелдің үстіне барлық тамақтары төгіліп, соған барып соғылады. Оны көрген Чона алғаш рет сол жерде жақсылап қатты күліп алады. Одан кейін ол Личанның артынан аңдып жүреді. Ол қай жерде жұмыс істейтіндігін көріп біліп алады. Ол алған футболканы тоже сатып алады. Сосын Чона айтады: саған алғыс айтқым келді. Саған өзімді тануыма көмектескенің үшін, және де менің не сезетінімді саған айтқым келген үшін келген едім. Бірақ мен бұл жолы да кеш қалған сияқтымын деп қыздың қолындағы қолшатырды тастаған сәтін көрсетеді. Әрі қарай ол Личан мен Сигенді көріп кетіп қалады. Оны көрген Личан: қаз күте тұр деп Сигенға айтып, жүгіріп Чонаның артынан қуып кетеді. Не болды, өлгің келеді, сол үшін келдің деп айтқан едің ғой, маған оны ешкімге айтпа деп сес көрсеттің де кеттің, енді мұнда не істеп жүрсің дейді. Сонда қыз түсінбей: не деп тұрсың, қандай сұрақпен сұрап тұрсың, қызық сұрақтар қояды екенсің деп күліп қарайды. Ал одан оған сайын жынданған Үнгел: сөзді бұрма, сұрағыма жауап бер дейді. Сонда Сеген: сен үшін деп жауап береді. Кетіп бара жатқан Чонаны қуып жете алмаған Личан қолындағы гитараның тартатын темірді лақтырып жібереді. Ал сол уақытта Чона бұрылып қарап қалып, оның басына тиеді. Содан ол жынданып келе жатқан таксиді тоқтатып, соған отырып артына қарамай кетіп қалады. Ал Личан қуып жете алмай артынан жүгіріп келіп, оның жерде түсіріп ұмытып қалдырып кеткен затын, яғни брелогын көтереді. Бұл жерде «Viva la vida» деп жазу тұрған еді. Содан жаңбыр басылып Сеген қол шатырын жинағанда, бұл нені білдіреді деп Үнгел айқайлады. Сен мен қайтып келмеуім керек еді деген соң, мен де қайтып келсем не болады екен деп ойландым дейді. Сонда Үнгел: сен Личанды ойыншық ретінде көріп тұрсың ба дейді. Қыз: мен бір рет болсын сондай бірдеңе айттым ба, сен мені дұрыс түсінбедің дейді. Сонда Үнгел: оның сезімдермен ойнайтын ол саған ойыншық па еді? Өлемін деп айтып алып, енді көңіл көтерейін дедің бе дейді. Сонда Сеген: не, болмай ма? Өлгің келсе тезірек өл демекшісің ба маған дейді. Сонда Үнгел: жоқ, олай емес дейді. Сеген айтады: уайымдама, уақыты келгенде мен кетемін дейді. Сол сәт дәл сол мен білетін Сегенсің бе дейді. Сонда Сеген: Личанның сөзіне сенсек, мен сол Сегенмін дейді. Осы сәтте Сеген деп Личан да оны іздеп келіп тұрған еді. Күттіргенім үшін кешір деп Личан кешірім сұрағанда, Сеген ештеңе етпейді. Мен ескертусіз келдім ғой, сенімен сөйлесе аламын ба дейді. Содан ол сұранып шыққанша, бала құсап ортаға түспейтін шығарсың деп Сеген Үнгелге айтады. Содан Личан мен Сегеннің сөйлесіп отырған сәтін көрсетеді. Личан түсінбейді: не үшін Америкаға кетіп қалған едің, маған айтпай кеткен едің деген сияқты. Сосын қыз кешірім сұрап, бір шаруалардың бар екенін, қазір ол туралы айта алмайтындығын айтады. Және де ол Личаннан кешірім сұрайды, және де басқа бәске бос жай қарамайтындығын айтады, және де оны жақынырақ танып білгісі келетіндігін айтады. Оны естіген Личан мәз болып қалады. Солай үйіне келе жатқан Личанды Үнгел қарсы алады, және де не болды, не айтқандығын сұрайды. Ал Личан болса оған ештеңе айтпайды. Сен бұрында қызбен кездесіп көріп пе едің дейді. Үнгел иә деп өтірік айтқанын сезіп: сен маған өтірік айтасың, сен ешқандай қызбен кездесіп көрмедің. Мен саған қазір айтатын болсам, сен бәрібір түсінбейсің. Или саған айтайын ба, қызық па, біз не жайында сөйлескендігіміз дейді. Сосын Личан жоқ, қажет емес деп кетіп қалады. Әрі қарай Личанның достарымен сөйлесіп отырғанын, шулап отырғанын естіген Үнгел оларды тесіктен сырғалап қарап тыңдағанын көрсетеді.
ал Личан болса Сегённың шаш үлгісін өзгертіп өзінің де өзгергенін байқағанын және де оған жаңадан қайтадан ғашық бола бастағандығын достарына айтып отырады. Сосын Сегёнды қалай сатып қалсам болады деп достарынан сұрайды. Сонда бір досы сен уайымдама, ол енді сендік деп айтады. Сонда не үшін қалай деп сұрайды. Өзің айтқан жоқсың ба? Ол сен үшін Америкадан қайтып келіп, сосын сенен кешірім сұрап, сені жақыннан танығысы келетінін айтты деп айтқан жоқсың ба? Міне көріп тұрғаныңдай, ол сені саған ғашық, ол да сенен кетәрі емес дейді. Оны естіп отырған Ингөл, бұл қалай болғаны? Бір адам ба өздері? Оның не ойы бар деп ойланып қалады. Содан ол шынымен-ақ өлуді ойламайтын шығар деп оны үйіне дейін іздеп келеді. Бұл уақытта Сүйген дүкеннен оралып келе жатады және де ол Ингөлді көріп, сен бұл адресті қайдан білесің, не істеп жүрсің деп сұрайды. Сол кезде Ингөл, мен бұл жерге Личамен келген едім ғой, есіңде емес пе дейді. Содан қыз, не үшін келдің дейді. Ингөл айтады, әлі өлетін түрің жоқ сияқты деп кетеді. Сонда қыз, сен маған алаңдағандықтан келдің ба? Сен мен ойлағаннан да мейірімді екенсің дейді. Сонда Ингөл, сенің талантың көп екен, адамдарға сөз көрсетуді білесің дейді. Сонда қыз, сенің де талантың көп сияқты ғой дейді. Сосын Ингөл, шын ба, оны да қолданайын ба менде дейді. Личаның көзіне түсуші болма, бұл соңғы ескертуім деп кетіп қалады. Сосын Сеген үйіне келіп, үйінде ілініп тұрған арқанды қарап ойланып тұрып қалған сәтін көрсетеді. Осылайша ертеңгі күнде Личан бақыттан бас айналып жүргенін көрсетеді және де ол өзінің дайындалатын тобына келеді. Ол жерде бәрі оны күлімдеп, о, Личан келді деп қарсы алғанын елестетеді, бірақ ол олай болып шықпайды. Өйткені бұл тек қана елестеді. Ол жердегілер, не істеп жүрсің, қайда жүрсің, кешіктің, бірінші дайындыққа осылай кешігетін болсаң деп ұрса бастайды оған. Содан Личан, не болды, бәрің жабылып дейді. Сол уақытта оның менеджері болып істеп жүрген дос баласы, давайте бүгін одан да дайындықты тезірек бастайық, біз тізім құрып қойдық қандай әндерге дайындалатынымызды дейді. Осылай олар дайындықты бастап кетеді. Топпен ән айтып, көңіл көтеріп жатқан кезінде Ингөл өзінің әкесімен ұрысқан шағын есіне алады. Солай әкесінің бұрынғы мен қазіргі кезін салыстырғандай басқаша көзбен қарап, әрі қарай өлең айтып болғаннан кейін бәрі бірігіп далаға шыққанын көрсетеді. Содан топтағы жігіттер, қолымыздан соңғы тізімдегі әнді орындау келмейді, өте қиын дейді. Личан, неге бәрі қолымыздан келеді десе, сен әлі түсінбедің ба, ол сенің аяғыңнан шалу үшін әдейі осындай қиын әнді берді ғой деп сөз таласып келе жатқан уақытта біреудің мотоциклмен келгенін қарайды. Яғни ол жерде бір топ жігіттер болып, шылымыңды шеш, көрейік кімсің деп сөйлеп тұрғанын естеді және де барып қарайды. Содан олар бұл Сүйген екенін көреді. Сүйген өте әдемі болғандықтан қасындағы жігіттер, вау, неткен әдемі деп бәрі таңырқап тұрған сәтте Сүйген Ингөлдің қасына келіп, бірге көңіл көтерсек қалай қарайсың деп билеттерін көрсетеді. Бәрі вау, неткен керемет дегенде Личан ұялып қалады. Оған достары, кәне бара ғой дейді. Сосын ол достарына, сендерге де билет алдым, бізбен бірге барыңдар, кеттік барайық дейді. Сонда Ингөл, мен бармаймын дейді. Оны естіген Сүйген, сол үшін де саған билет алған жоқпын дейді. Ал Личан болса, иә, үйге бара берсең болады, бүгін біртүрлі шаршап тұрсың дейді. Сосын Сүйгенге, мен мотоциклде өте күшті айдай аламын, отырып та тұрып та айдай беремін дейді. Оны естіген Ингөл жоқ деп айқайлап, ақырында солармен бірге барып көңіл көтереді. Бірақ ол жерде де Личанды қорғаштап, оған тыныштық бермейді. Қайта жабысып, Сүйген мен Личанға бірге болып қыдыруына рұқсат бермей, қастарында жүреді. Бірақ соңында достары бәрібір оны алып кетіп, содан ол да олармен бірге балаша көңіл көтере бастайды. Ол алдында бұлай көңіл көтеріп көрмеген және де қасында әкесі жүргендіктен ол да балаша мәз болып жүр. Осылай кешкі тамақ жеп отырған уақытта Сүйген, салфетка алып берші деп Личаннан сұрайды. Личан қазір алып келемін деп жүгіріп кетіп қалған уақытта Сүйген мен Ингөл соғысқа таласып қалады. Содан оны жұлып алып, өзі тамағына жағып жеп отырған уақытта кетчупты алып Сүйген Ингөлдің бетіне әдейі сеуіп жібереді. Сосын байқаусыздан, ой, байқамай қалдым, кешір деп кешірім сұрайды. Бұл абайсызда жасалған зат емес, осылай боларын сезген едім деп киімін жуып Ингөл шығып келе жатып Сүйгенді кездестіреді. Содан Сүйген, неге осындай әрекеттер жасайсың, екеулерің достықтарыңыз сызат түсетінін біле тұра деп сұрайды. Сол кезде Ингөл, бәрібір болмайтын қарым-қатынастың алдын алу үшін дейді. Оған қалай сенімдісің дейді. Себебі мен Ингөлді дайындап жүрмін, оған колледжге түсу керек деп айтады. Сонда Сүйген, сенің сұғанақ екеніңді саған айтатындар бар ма дейді. Мені көбіне жауапкершілігі мол жігіт деп айтады Ингөл.
және саған оңай емес екенін түсінем, бірақ адамдардың сезімімен ойнауды доғар деп айтады. Мені адамдардың сезімімен ойнайды деп кім айтты саған дейді. Саған Личанның ұнамайтындығын білем деп Ингель айтады. Сол кезде Сеген адамдардың ойы өзгеріп тұруы мүмкін дейді. Жай ғана беріл, бәрібір бірге болмайсыңдар дейді Ингель. Кім сонда деп Сеген сұрайды. Біреу бар, сенің білуің маңызды емес деп жауап береді Ингель. Сосын мен айтқан күннің өзінде сен маған сенбейсің дейді. Сосын Сеген не сенбе, саған Личан ұнай ма дейді. Мен бұндайларды түсінемін, уайымдама, мен ешкімге айтпаймын, бірақ ойында әділ өткізуіміз керек, сәттілік деп кетеді. Жоқ, олай емес деп айттым ғой деп келе жатқанда Личан оларды көріп, Сеген деп жүгіріп келе жатып, жерде жатқан бананға аяғы шалып кетіп, құлап кете бара жатқанда Ингель жүгіріп келіп құтқарып қалады. Және де қалайсың, бір жерің ауырып қалған жоқ па дейді. Сонда Личан, құдайым-ау, жетеді енді деп айқайлайды. Содан мен сенімен сөйлесуім керек деп жекеге шақырады. Ал жүгіп бара жатып түртіп кеткен Сегенді достары тұрғызады. Саған не көрінген өзі деп ұрса шыға келеді Личан. Сен құлап қала жаздадың, абайлап жүру керек қой дейді Ингель. Сен менің күтушімсің бе, әрдайым осылай қасымда жүріп көмектесіп жүрмекшісің бе? Бос уақытың көп па деп ұрсады. Сонда дайындалу керек, үйге қайтайық дейді Ингель. Сонда Личан, қайтпаймын, сен мені неге түсінбейсің, неге мен істеме деген заттарды істейсің дейді. Сонда мен саған бар болғаны 1 жыл ғана шыдайсың, менің айтқанымды істе деп айтқан едім ғой. Жай ғана көз алдымда жүрсең болды деп айтқан Ингельдің сөздерін естіген достары қолдағы сусындарын тастап жіберіп, енді бәрі түсінікті болды дейді. Сонда Личан, жоқ, сендер дұрыс түсінген жоқсыңдар деп ақталып жатқанда, Личан Сегенге келіп, жоқ, Сеген, басқалай түсініп қалма, олай емес дейді. Сонда Сеген, жоқ, бәрі дұрыс, мен оны түсінем дейді. Ал сенімен сосын сөйлесеміз деп Личан Сегеннің артынан кетеді. Содан барлықтары қоштасып үйлеріне қайтар кезінде Личан Сегенға, саған номерімді бердім ғой, маған хабарлас, күтемін дейді. Үйге жеткен соң бірден саған хабарын айтамын деп Сеген бәріне рахмет, сендерге бүгін керемет күн болды деп үйіне кетеді. Ал Ингель болса Сегеннің артынан барып, бәрі олай сен ойлағандай емес, біз Личан екеуміздің арамызда ештеңе жоқ деп айтады. Сонда қыз түсінікті, жарайды дейді. Сонда Ингель, бір түрлі екенін білем, бірақ мен оны алаңдаймын дейді. Не үшін деп сұраса, менің ешкімге айтпаған сырларым бар, оны да саған айта алмаймын дейді. Сонда қыз тұрып, әлде мен саған ұнаймын ба дейді. Сонда Ингель, не дейсің дейді. Сосын, дұрыс қой, енді ойлап қарашы, мен Личанмен жүрген кезінде сен арамызға әрқашан түсесің, былайша жақсы жүресің дейді. Сен бәрібір түсінбейсің деп кетіп бара жатқанда, тұра тұр, мен бе, әлде Личан ба деп қыз сұрақ қояды. Сонда жігіт қарап тұрады тағын, бәрі сені ұнатады деген алданышқа сене берме дейді. Мен өзімді алдамаймын, мен білемін барлығы мені ұнататын деп қыз сосын күледі. Сосын Ингель, кешір, сен менің талғамымдағы қыз емессің деп кетіп қалады. Ал Сеген болса, ой ақымақ, бірақ сенімен ойнаған сондай қызық деп ол да шлемін басына киіп үйіне кетеді. Осылайша Личанға Сеген қоңырау шалып екеуі сөйлесіп тұрғанда Ингель келіп, оларға мұрша бермейді сөйлесуге. Соңында екеуі алысып бітеді. Ертесіне Личан топтағыларға соңғы әнді өзгертетіндігін және де оған Сеген қарсы еместігін айтады. Топтағылар бәрі келісе кетеді, бірақ Ингель қарсы болады. Тек соның сөзі үшін қас-қабағына қарап әрекет жасаймыз ба дейді. Сонда Личан, ол не десе де соны жасаймын, уәдемде тұрамын, өліп кетсем де дейді. Сонда Ингель айқайлайды, ал маған берген уәдең ше деп. Личан да, мен саған не деп уәде бердім деп айқайлайды. Сонда Ингель, жарайды, онда мен кеттім, шығамын деп кетіп қалады. Топтағылар Личанға бар кешірім сұра деп оны жібереді. Ол артынан жүгіріп қуып келіп, бәрінің көңіл күйін бұзып, неге өзінше болып кетіп бара жатсың деп айқайлайды. Сонда Ингель, топ сен үшін бір қыздың көңіліне арналған ойыншық па дейді. Осылай екеуі сөзге келіп қалады. Сосын Ингель, жарайды, онда бәрін ұмыт, мен кеттім дейді. Ал Личан болса, қайта келме, осыдан кететін болсаң, бәрін ұмытсаң ұмыт, мен сені екінші қабылдамаймын деп айқайлап ұрсады. Ал Ингель артына қарамай кете береді. Солай Личан топтағыларға реніші басылғасын қайтып келеді, әрі қарай жалғастырайық дейді. Ал Ингель болса, гитара сатушымен кезіп қалады. Ол гитара дайындап тауып қойдым, аласың ба дейді. Жоқ, мен алмайтын болдым, рахмет деп кетіп қалады. Сосын сатушы түсінеді, демек бұл әкесімен ұрсып қалған ғой деп. Содан Ингельдің бір дүкен алдында сэндвич жеп отырған сәтін көрсетеді, және де ол қанша ақша қалғанын қарайын деп конвертті ашса, ішіндегі әжесінің жазып қалдырған хатын тауып алады. Ол жерде рахмет, өзіңе тәтті бірдеңе алып же деп жазылған болатын. Содан ол, кешір әже, ескертусіз кетіп қалғандығым үшін, бірақ мен әкемнің жауапкерсіздігінен шаршадым деп жылап қалады. Осылай кеш болып үйге оралған Личан
үйде Ингөлдің жоқтығын біледі, және де ол әжесіне өтірік ол бір жаққа барам деп айтқан еді, сондықтан кетіп қалды дейді. Ал әжесі болса, ол сені іздеп кеткен еді ғой мектепке, жолыққан болсаң, демек шаруалары болса, сен оған қамқор болып жүр, не дегенмен ол сенің ұстазың ғой дейді. Содан кір жуғанда тау болған брелокты Личанға береді. Содан бөлмеге кіріп, Ингөлдің сөмкесін алып кеткенін көріп, не істесең де өзің білесің деп жатып, жаңағы брелокқа қарайды. Бұл сәтте далада ұйықтап қалған Ингөлді бір әйел кісі келіп оятады. Не істеп жатырсың, әлде үйден қашып кеттің бе деп. Жоқ, бәрі жақсы деп орнынан тұрып кетіп бара жатып, шамдардың өздігінен жанып өшіп жатқанын байқап қалады. Содан жұмыс істемейтін бутиктің ішінен қоңырау дыбысы шығады. Ол барып алады. Сол уақытта оны осында жіберген магазин сатушысы қоңырау шалып жатқан болады. Қайырлы кеш, ол жерге не үшін тап болғаныңызды анықтадыңыз ба, мырза, деп айтады. Ал Ингөл болса, жоқ, маған енді бәрібір, мұнда әкем бір қыздың артынан жүгіріп жүр, ал анамды іздеп әлі тапқан жоқпын. Мен үйіме қайтқым келеді. Мұндағы бір түрлі Личанды емес, өз әкемді сағындым дейді. Анамды, ағамды да сағындым, өтінем, мені үйге қайтарыңызшы дейді. Не дерімді білмеймін, уақытаралық портал әзірге ашылмайын деп тұр дейді. Ал Ингөл болса, сонда қашан ашылады бұл дейді. Уақыты келгенде дейді сатушы. Ал Ингөл болса, айқайлап, әзіліңіз бе бұл? Жоспарыңыз да жоқ, неге мені бұл жерге әкеп тастадыңыз дейді. Сосын сатушы айтады, сен өзің ойланып көр, сен 2023 жылы қазіргі таңға оралсаң, уже бәрі өзгерген болады, себебі сен оны өзің өзгерттің дейді. Әкемнің алғашқы махаббаты оралып, аяқталуы керек болған қарым-қатынас қайта құрылды. Бұл мен өзгерткен оқиға ма дейді Ингөл. Сонда сатушы, сенің де емеспін. Бір өзгеріс екіншісіне де әсер етеді дейді. Маған бұл қарым-қатынастың алдын алуды, немесе әкемді апаттан құтқаруды, немесе анамды қалай табудың жолын бір әдісін айтсаңшы деп айқайлайды. Немене? Мен бәрін айтып қойдым ғой дейді сатушы. Сонда Ингөл, немене, не айттың дейді. Жақсылап ойлан, сосын сөйлесеміз деп байланыс аяқталады. Осылайша Ингөлдің далада ұйқыдан оянған сәтін көрсетеді, және де ол ойланып, не жайлы айтты екен деп сөмкесін ақтарып, осындай бір хабарлама тауып алады. Яғни ертең 29 күні жаңа электрогитара құрметіне концерт ұйымдастырып жатқандығы жайында біледі. Ал ол жердегі ұйымдастырушылардың бастығы осы жердегі концертті далада өтуін айтып жатады. Ал оның көмекшісі жаңбыр болатындығын, одан да іште өткізгендігін айтқан кезде, сен кімсің, мен бәрін шешемін деп оған ұрсып тастайды. Осылайша Ингөл сол концертке қатысуға келеді, және де сол жерден жерде жатқан өтінішті тауып алады. Соны қарап тұрған сәтте сол жердегі бір кісі келіп, сіздің номеріңіз 10 ба, келіңіз мұнда күту залына деп шақырады. Содан мектептегі қыздардың Чонаны жақтырмай өсектеп жатқан сәтте Чона ауырып жатқандығын көрсетеді. Әрі қарай сабақтың аудиторияда өтетіндігін хабарлайды. Оған айтып оятайық десе, ол бәрібір естіпеді ғой, тақтаға жазып кетті, соны қарап өзі келеді деп бәрі сол жерден шығып кетіп қалады. Ал Чона болса ауырып сол жерде жатып қалады. Бір уақытта басын біреу сипап оятқандай болады. Басын көтеріп қараса, оның көз алдына анасы елестейді. Солай сыртта келе жатып Личан жолығып қалады. Ол сәлем, қалайсың деген сияқты амандасады, ал қыз ештеңе демей есінен танып құлап бара жатады. Личан болса оның есімі жазылған табличкаға қарап, Ингөлдің айтқан қызы осы емес пе деп есіне түсіреді. Сол сәтте қыз есінен танып Личанның үстіне құлай бастайды, ал Личан болса оны арқалап алып жүгіріп кетеді. Ал бұл кезде Ингөл сахнаға шығып жатқан еді. Сол сәтте жаңбыр жауып кетеді. Ингөл микрофонды ұстай салған сәтте оны тоқ ұрып жерге құлайды. Содан сүйгеннің фотоларды қарап отырған сәтінде светтің өшіп қалғанын көрсетеді. Содан жарық қосылмағаннан кейін далаға қарайды. Далада найзағай ойнап жаңбыр жауып тұрады. Содан дүкеннен келе жатып қоңырау дыбысы естіледі. Қараса, ол бұзылып істемей тұрған бутик еді. Содан Ингөлдің жедел жәрдеммен ауруханаға түскен сәтін көрсетеді. Ал бұл сәтте Личан да Чонаны арқалап осы ауруханаға алып келген еді. Осылайша Ингөл мен Чонаның ауыр халде ауруханаға түсіп қалған сәтін көрсетеді. Сонымен 6-шы бөлім аяқталады. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.